Әкімдіктің сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының мамандары бұл жағдаймен жақсы таныс екендерін айтады. Қолданыстағы заңға сәйкес нақты 3 қадам бар. Сол кезең-кезеңмен орындалу керек дейді. Ал әкімдік тарапы үй орналасқан жерлерді тартып алуы не басқа мақсатта қолдануы мүмкін емес екен. Оған жоғарыда айтылған жер кодексінің 52-ші бабы кепілдік бола алады. Бірінші, бәрі бөлестіктен басталады. Бөлестік келіп мемлекеттен сатып алады. Жалдау құқығын. Кейін бөлестік жалдау құқығын сатып алғаннан кейін оны азаматқа береді. Ол сыйға тарту немесе сатып алу шарты, беру шарты болуы мүмкін. Кез келген азаматтық құқықтық мәміле. Енді азамат осы шартпен бізге келіп өз атына жалдау шартын ауыстырады. Осындай үш қадам. Бағасына байланысты 300-350 мың дегенім қазіргі таңда аталған 35 учаскенің 2 учаскесіне жалдау құқығы сатып алынды және азаматтарға рәсімделді.